Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары, алгебра 8-ші сынып БЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар, жалпы нұсқасы және 1-ші нұсқасы каналымда бар. Қажет болса каналға кіріп қарасаңдар болады. 1-ші тапсырмасында берілген теңдеулерді, яғни мінекей мынандай теңдеу берілген, ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 түріне келтіріп, a, b, с коэффициенттерін табыңыз. Оқушылар, ең алдымен жақшаны ашып аламыз. X-ті көбейтеміз x-ке, x-ті көбейтеміз минус 2-ге. Сонда x квадрат минус 2x қосылған 7 болады. Теңдіктің сол жағы, ал оң жағын ашу үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Бірінші өрнекті квадраттаймыз, 9x квадрат болады. Екеуін көбейтіп 2 еселейміз, сонда минус 12x болады. Және минус 2-ні квадраттаймыз, плюс 4 болады. Енді барлығын бір жаққа жинақтаймыз. X квадрат минус 9x квадрат минус 2x плюс 12x плюс 7 минус 4 тең болады 0-ге. X квадрат пен минус 9x квадрат минус 8x квадрат болады. Таңбалар әртүрлі. Минус 2x плюс 12x таңбалар әртүрлі азайтылады. 10x болады. Мұнда плюс 3 болады. Тең болады 0-ге. Мінекей мұндағы минустан құтылу үшін барлығын минус 1-ге көбейтсек болады. Сонда 8x квадрат минус 10x минус 3 тең болады 0-ге. Енді осыдан a тең болады 8-ге. Мінекей 8-ге тең. b тең болады минус 10-ға, с тең болады минус 3-ге. Келесі оқушылар, екінші есепте, яғни асында берілген квадрат теңдеудің түбірлерін табыңыз. Ол үшін оқушылар дискриминантты қолданамыз. d тең болады b квадрат минус 4a-сыға. b бізде минус 10-ға тең, квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a 3-ке тең, көбейтеміз с 3-ке тең. 10-ның квадраты 100 болады. Мұнда минус 3-ке 3-ті көбейтеміз 9, 4-ке көбейтсек 36 болады. Тең болады 64-ке. 64 0-ден үлкен болғандықтан 2 түбірі болады. y1 мен y2-ні табамыз. Сонда минус b плюс минус d бөлінген 2a деп аламыз. Бұның орнына минус 10-ды қоямыз. Мұнда формулада минус бар, 10 болады. Плюс минус дискриминанттың орнына 64-ді қоямыз. 2 көбейтілген a-ның орнына 3-ті қоямыз. Сонда 10 қосылған, азайтылған 8 деп жазып аламыз да, бөлімінде 6 болады. Енді 2 түбірін есептейік. 10-ға қосамыз 8-ді, бөлеміз 6-ға, 3 болады. 10-нан азайтамыз 8-ді, 2 болады. Бөлімінде 6, 6-тан 2 қысқартылып, 3-тен 1 болады. Мінекей оқушылар, түбірлері 3 және 3-тен 1 болады екен. Енді b тапсырмасы бойынша m-нің қандай мәндерінде mx квадрат қосылған 10x қосылған m тең 0 теңдеуінің 1/2 түбірі болады. Оқушылар, бізде дискриминант 0-ге тең болған жағдайда 1/2 түбірі болады. x1 тең болады x2-ге. Дискриминант табу үшін оқушылар b квадрат минус 4a-сы формуласын қолданамыз. Енді мұнда дискриминант орнына мына формуланы қойық. b квадрат минус 4a-сы тең болады 0-ге. Енді орнына қоятын болсақ, b мінекей 10-ға тең. 10-ды квадраттаймыз. Минус 4 көбейтеміз a m-ге тең, с да m-ге тең.
м көбейтілген м тең болады 0 деп аламыз. Минус 4м квадрат тең болады 10-ның квадраты 100, теңдіктің оң жағына минус таңбамен ауысады, минус 100 болады. Енді екі минусымыз плюс болады, 4м квадрат тең болады 100-ге. Енді м квадратты табу үшін 100-ді бөлеміз 4-ге, тең болады 25-ге. м квадрат 25-ге тең болатын болса, м-нің өзі плюс-минус 5-ге тең болады. Сонда оқушылар, м плюс-минус 5-ге тең болған кезде бізде x1 мен x2-нің мәндері тең болады екен. Енді үшінші есепте кері век теоремасын қолданып, түбірлері мінекі x1 минус 1,2, x2 минус 0,5 болатын келтірген квадрат теңдеуді жазыңыз деді. Оқушылар, бізде квадрат теңдеу беріліп, және ондағы а-ның мәні 1-ге тең болатын болса, ол теңдеуіміз келтірген квадрат теңдеу болады. Яғни x квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0-ге. Мінекі осы теңдеуді біз келтірген квадрат теңдеу деп атаймыз. Енді осы келтірген квадрат теңдеудің түбірлерін қосатын болсақ, век теоремасы бойынша x1 мен x2-ні қосатын болсақ, ол бізде минус p-ға тең болады. Ал егер осы екі түбірді көбейтетін болсақ, ол тең болады q-ға. Мінекі осы век теоремасы. Енді осы век теоремасын пайдалана отырып, біз келтірген квадрат теңдеуді шығаруымыз керек. x1 мен x2 мінекі мұнда берілген 1,2 қосылған минус 0,5. Ол тең болады минус p-ға. Екеуінің таңбалары бірдей қосылады, сонда минус 1,7 болады. Тең болады минус p-ға. Екі минусымыз плюс болады, сонда p тең болады 1,7-ге. Енді екеуін көбейтейік. x1 мен x2-ні көбейтеміз. Минус 1,2-ні көбейтеміз. Минус 0,5-ге. Екі теріс санды көбейткен кезде бізде оң таңбалы сан шығады. 1,2-ні көбейтеміз 0,5-ге, сонда 0,6 болады. Яғни q-дің мәні 0,6-ға тең болады екен. Енді орнына қоятын болсақ, x квадрат қосылған 1,7x қосылған 0,6 тең болады 0-ге. Мінекі оқушылар, түбірлерін пайдалана отырып, біз келтірген квадрат теңдеуді шығардық. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмада тіктөртбұрыш тәрізді жер учаскесінің ауданы берілген. Астында осы ауданы тең болады x қосылған a, x қосылған b болса, онда a және b мәндерін табыңыз дейді. Оқушылар, ол үшін берілген мінекі квадрат үшмүші деп аламыз да, соны көбейткішке жіктейміз. Квадрат үшмүші негізгі формуласын жазып қойық. ax квадрат қосылған bx қосылған c тең болады a көбейтілген x минус x1 көбейтеміз x минус x2-ге. Мінекі осылай квадрат үшмүшені жіктесек болады. Енді мына берілген квадрат үшмүшені дискриминант арқылы түбірлерін табамыз. b мінекі минус 15-ге тең, минус 15-ті квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a 1-ге тең, көбейтеміз c мінекі 56-ға тең екен. Минус 15-тің квадраты 225, минус 4-ті көбейтеміз 56-ға, 224 болады. Тең болады 1-ге. Енді осыдан x1 мен x2-ні табамыз. 0-ден үлкен болғанда 2 түбірі болады. Енді минус b плюс минус d бөлінген 2a деп аламыз. b минус 15-ге тең, формулада минус бар, сонда 15 болады. Плюс минус 1 болады. 1 төбірасынан 1 қып шығады.
бөлімінде 2. 15-ке қосамыз 1-ді 16 болады, 2-ге бөлсек 8 болады. 15-тен азайтамыз 1-ді 14, бөлеміз 2-ге 7 болады. Енді орнына қоятын болсақ, x квадрат минус 15x қосылған 56 тең болады. Мінекей а бізде 1-ге тең, жазбай қоямыз. X минус x1 8-ге тең болды. X минус x2 7-ге тең болды. Сонда оқушылар а тең болады минус 8-ге, б тең болады минус 7-ге. Мінекей берілген квадрат үш мүшені көбейткішке жіктеу арқылы а мен б-ны таптық. Енді б тапсырмасы бойынша периметр табу керек. Периметр табу үшін оқушылар өздерің білесіңдер, 2-ні көбейтеміз ұзындығы мен енінің қосындысына. Мұндағы ұзындық деп тұрғанымыз x қосылған а, міне жазылып тұр. Егер тік төртбұрыштың ұзындығы x қосылған а, ал ені x қосылған б болса дейді. А тең болады x қосылған аға, аның орнына минус 8 қоямыз. Б тең болады x қосылған б-ға, бұның орнына минус 7-ні қоямыз. Енді периметрін табайық. Периметр тең болады 2 көбейтілген, аның орнына x минус 8 қоямыз. Қосу, бұның орнына x минус 7-ні қоямыз. Сонда 2 көбейтілген, x пен x 2x болады. Минус 8, минус 7, минус 15 болады. Жақшаны ашамыз. 4x 2 минус 15 көбейтсек, минус 30 болады. Сонда оқушылар периметрі тең болады 4x минус 30-ға. Ал мұнда мінекей жауабы минус 8 және минус 7. Мінекей оқушылар БЖБ-ны талдау сабағым осымен аяқталды. Оқушылар егер түсінбеген сұрақтарың болатын болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.